Все. Арма қазақ елі, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бәйге десе шкенасын жерге қоятын қазақ еліміз. Бүгін бізде екі айғырдың бәйгесі болмақ. Бұл бізде Kia Cerato мен Hyundai Elantra автокөліктері. Екеуін бүгін салыстырып, не білдім, не байқадым сіздермен бірге байқайтын боламыз. Ендеше біздің каналымыздан алыстамаңыздар. Осы видеомыз басталмай тұрып, біздің каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен мен Жеңіс Нұрбай. Ендеше бастаймыз. Бүгінгі видеомызды біз Cerato'дан бастайық. Ceratо'мыздың жылы 2018 4-ші буындағы Cerato. Бұл буын алдыңғы буындағыға қарағанда кузовы сәл мықтырақ. Жалпы автокөлік ұзарған алдыңғы буынға қарағанда. Автокөліктің ұзындығы 4600 метр, ал жалпақтығы 1500-ден асады. Жалпы бұл автокөлігіміз K2 платформасында құралған. Kia Stinger'ге дизайны өте ұқсас. Алдыңғы дизайнына келсек, аэродинамикалық элементтер жай ғана көз бояушылық, дегенмен автокөліктің көркін ашып тұрған заттардың бірден бір бөлігі. Бізде линзованный оптика, мынандай агрессивный фарлар және де кереметтей решеткамыз. Дәл бүгінгі біздің Kia Ceratо'мыздың комплектациясы комфорт. Бұл комфорттың базасында 16-лық дисклар, заводтық өзінің 16-лық дисклармен жүреді. Бұдан үлкен комплектацияларында 16-17-лік дискларға дейін барады. Все? Мінекей біз осындай әйбат Киямыздың салонына келіп отырдық. Жалпы Kia жайлы, салон жайлы не айтам? Бірінші отырып байқағаным бұл салондағы линиялар. Жалпы автокөліктің іші айтарлықтай әдемі және де дыбыс изоляциясы өте жоғары. Пешіміз орып тұр, қайнатып тұр. Мынандай әдемі дисплей. Рөл ең бірінші ұнағаны маған рөл. Ұстағанға да жалпы ыңғайлы. Рөліміздің сыртын мынандай экобылғармен қапталған. Және де бізде мультируль, бұл жерде дыбыс азайтқышымыз, дыбыс қосқышымыз. Бірақ біздің отырған комплектацияда круиз контроль болмайды. Бізде комфорт комплектациясы, бұлда круиз контроль өкінішке орай жоқ. Бұл жерде бізде USB порт, AUX және де 12 вольттық телефон қуаттағыш пәрменіміз. Және де мынандай 6 сатылық қорабымыз. Борт компьютер, жалпы автокөліктің барлық нені қажет етіп тұрғанын бәрін көрсетеді. Бізде бұл комплектациямызда автокөліктің баллонының желін өлшейтін датчиктер және де 4 терезе көтергішіміз, стеклоподъемник дейміз. Терезе көтергішіміз, бұл жерде 2 стақан қойғышымыз және де шынтақ тақағышымыз өте ыңғайлы. Жалпы автокөлікте өзіңді бір тұлпар мінген сердей сезінесің. Маған жалпы Кияның салоны ұнады. Автокөлігіміздің жүк салғышына келсек, айтарлықтай дәу ғой. Бұлай салыстырмалы тілде айтатын болсақ, бұл жерге біздің Сергей сияқты операторымыздың 4-еуі сүйіп кетеді. Бұл жерде бір плюс, бізде багажымызда мынандай жапқыш бар. Керемет. Енді біз Elantramызды көретін боламыз. Жалпы Elantраның сыртқы дизайны, алдыңғы келбеті, үшбұрышты формаға әбден сәйкес. Фарымыз, жарық шамдарымыз бәрі үшбұрышты никельмен әрленген. Линзованный оптикада LED шамдары тұр автокөлікте. Туманнигі де үшбұрыш, мынандай решеткасы да әдемі қырмен қырланған. Жалпы автокөліктің алдыңғы видухасы дейміз, менің өзіме жеке бір көзге қарағанда ұнайды. Мінекей біздің Elantрамыздың биіктігіне келетін болсақ, жалпы автокөліктің биіктігі 15 сантиметрді құрайды. Ол айтарлықтай автокөліктің асты биік. Жалпы ал дәл қазіргі біздің қолымыздағы Elantra 15-тік өзінің заводтық простой қарапайым дискларында тұр. Автокөліктің алдыңғы жағына келіп, тізімге келіп отырғанда мен бірінші не байқадым? Өзім жүрегім қысыла бастады, өйткені бұл жерде рөлімізді өзіңізге настрой жасаймын десеңіз, автокөліктің рөлі тек астыға үстіге ғана қозғалады, ішке немесе өзіңізге қарай тартылмайды. Өкінішті ақ, автокөліктің рөлі дәл қазір менің бетімде тұр десек те болады. Ішкі жағы жалпы панелі автокөліктің маған ұнайды. Дәл мына спидометрдің үстіндегі сызықтармен автокөлік ары қарай жалғасып, карбон
қаптамасымен өте әдемі. Және де мына жерде қара жылтыр, ол бізде дисплей деп ойлап қалмаңыздар, бұл бізде жай ғана көз бояушылық. Бізде кондер, климат контроль, және де бізде USB порт, AUX шнурымыз, 12 вольттық адаптер, және де темекі тұтандырғыш деп айтамыз қазақша. Темекі тұтандырғышымыз. Рөлімізден не байқаймыз? Рөліміз ыңғайлы, бір ұстағанға дәл мынандай қырларымен өте спорттық рөлдерге келеді. Бисмилля. Мінекей автокөлігіміздің артқы жағына да келіп отырдық. Элантраның артқы жағы айтарлықтай кең, бір көзбен бәрі қарапайым, мынандай сұр детальдар. Бұл жерде терезе ашқышымыз, және де шынтақ тірегішіміз. Бұл Цератонікіне қарағанда сәл қаттырақ, бірақ та екеуінікі бірдей. Екі стақан салғышымыз. Артында айтарлықтай автокөлікте ештеңе, ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Бәрі сол Цератодағыдай. Керемет. Соңына да келіп жетті. Қай автокөлік оза шапты, оны пікірге қалдырыңыздар. Қай автокөлік сіздерге ұнады. Менің өзім жеке ойым Элантра Цератодан күштірек сияқты, бірақ та екеуі де бірдей десек те болады. Ол өздеріңіздің таңдауларыңыз. Біздің арнаға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Біз сіздердің пікірлеріңізді оқуға әбден асықпыз, қуаныштымыз. Баршаңызды келесі видеоға шейін күтетін боламыз. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет. Ал мен кеттім, шай ішіп келмесем қарным ашып кетті.